Армысыздар. Иманғали Тасмағамбетов ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдер Ресейге көмек ретінде әскер жіберу мүмкін екендігін айтты. Яғни қазақ әскері Украина-Ресей соғысына араласуы мүмкін. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев, Сенат спикері Мәулен Әшімбаев сияқты подкаст жүргізе ме? Бұрынғы шенеунік Шыңғыс Мұқанның өшіріп тастаған ұсынысына ой жүгіртіп көрейік. Бәріміз қазақпыз ғой деген мәжіліс депутатының дауы неден басталды? Бүгінгі хабарымызда осы үш мәселеге назар аударғым келіп отыр. Ара медиа арнасына жазылып, пікір білдіріп, қолдау көрсету сіздерден болсын. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының төрағасы Иманғали Тасмағамбетов ресейлік «Известия» газетіне сұхбат беріп, елді тағы да шулатып тастады. Бас хатшы Еуропа мен Украина мәселесінде Мәскеудің сөзін сөйлеп шықты деп жазып жатқандар көп. ақш-тың жаңа билігі Украина-Ресей соғысын тоқтату үшін Киевке енді әскери көмек, ақша бермейтіндерін мәлімдегені баршаңызға белгілі. Ресейдің озбырлығын жақтап шыққан ақш-тың жаңа саясатына шошынған Еуропа елдері керек болса Украинаға өз әскерін жіберуге дайындалып жатыр. Известияға берген сұхбатында Иманғали Тасмағамбетов Еуропа, яғни НАТОның Украинаға әскер жіберу жоспары қауіпті екенін, өйткені бұл әрекет аймақтағы жағдайды шайқалтып жіберетінін алға тартыпты. Бұл Еуропаның үлкен қателігі деген Иманғали Тасмағамбетов, батыс Украинаға әскер жіберетін болса, ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы батысқа қарсы тиісті шара қабылдау мүмкін екенін айтыпты. Тиісті шара деп отырғаны, Ресей бұл ұйымнан көмек сұраса, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Армения өзара келісімге келсе, Ресейді қорғауға әскер жібереді, немесе әскери қолдау көрсетеді деген сөз. Мәскеудің сөзін сөйлеп отыр деген атаққа қалған бас хатшы Иманғали Тасмағамбетовтың бұл сөзін оның баспасөз хатшысы видео бейне арқылы және тәпсірлеп берді. Наталья Харитонованың айтуынша, Иманғали Тасмағамбетов газетке берген сұхбатында сөзден сүрінбеген. Ұйымға мүше мемлекет жәрдем сұраған жағдайда ұйымға мүше елдер ұжымдық шешім бойынша көмек беріледі екен. Украинаны қорғауға Еуропа әскері келсе, бұған дейін Иран мен Солтүстік Кореяға қол жайып, қарумен әскер алдырған Ресей ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына мүше елдерден көмек сұрай қоймас дегенге өз басым сенбеймін. Өткен аптада бұрынғы журналист, экс-чиновник, қазіргі күнде баспагер атанып әлеуметтік желіде көпшілікке ақыл айтып жүрген Шыңғыс Мұқан өз парақшасында керемет бір ұсыныс жазыпты. Қарапайым халық Тоқаевты көргісі келеді, оның не істеп, не бітіріп жүргенін білгісі келеді. Президент ел алдына жиі шығуы керек, халық ресмиліктен шаршады. Тоқаевтың бейресми сәттеріне куә болған кезіміз сирек. Тоқаев та адам, оның да уайым қайғысы бар, ол да серуендейді, қуанады, күрсінеді. Көпшілік көшбасшысының сондай образына да куә болғысы келеді деп бастапты әлгі жазбасын. Шыңғыс Мұқанның бұл сөзінде еш кемшілік жоқ. Президент елдің алдына Шыңғыс Мұқан айтпақшы бейресми сәттермен жарқырап жүрсе несі жаман. Дегенмен осы әдемі жазбасын Шыңғыс Мұқан өшіріп тастапты. Бірақ бірнеше пабликтер оның сөзін көшіріп алып, әлеуметтік желіде кеңінен таратып жіберді. Тарап кеткен жазбадан Шыңғыс Мұқанның өзі бас тартпаған сияқты. Бас тартса, жазбасын көшіріп алғандарға хабарласып, өшіртіп тастар еді. Болмаса өз парақшасында мен бұлай жазбаған едім деп бір ауыз сөз айтар еді. Еңбек жолын журналистикадан бастап, Астанада мемлекеттік қызметтен өтіп, Батыс Қазақстанның бұқаралық ақпарат саласын басқарған, Атырау облысында облыс әкімінің орынбасары болған, ақш-та білім алып, Шымкент қаласының әкімінің орынбасары қызметін атқарған Шыңғыс Мұқан бос сөз айтатын жігіт емес. Әлгі жазбасын одан әрі оқи түссек, президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа подкаст жүргізуді, яғни YouTube-те сұхбат алуды, YouTube сұхбатқа қатысуды ұсынады. Елдегі ахуалға қатысты еркін сөйлейтін сұхбат алаңы болса, жұрт көп нәрсені нақты президенттің аузынан естіп, тұшымда ақпарат алар еді дейді. Шыңғыс Мұқан мұнымен де тоқтамайды. Премьер-министрден бастап, әрбір министр әкім айына кемі бір рет өз шешімдерін түсіндіріп, подкаст ұйымдастырып отырса құба-құп. Тіпті сол шешімдерге тікелей әсер ететін адамдарды шақырып, ой пікір алмасуға болады дейді. Айтып отырғаны дұрыс. Бұл орындалмайтын әрекет те емес екен. Шымкент қаласында әкімнің орынбасары болып жүргенде қала әкімі Айтенов те, оның орынбасарлары әр аптада желіде тікелей эфирге шығып, елдің сұрақтарына жауап беріпті. Яғни Шыңғыс Мұқан ел алдына шығуды Ақордада отырған Тоқаевтан бастап күллі министрлер Шымкенттің бұрынғы әкімі қазір қайда жүргені белгісіз Мұрат Айтеновтен үйренсін дегенде тұспалдап айтып отыр. Ал осы ұсынысын, яғни Тоқаев подкаст жүргізсін дегенін президенттің ішкі саясат мәселелері және коммуникациялар жөніндегі көмекшісі болып жуырда ғана тағайындалған Арман Қырықбаевтың қолдайтынына үміт білдіріпті. Қысқасы Арман Қырықбаевтың жаңа қызметімен құттықтай отырып, оған қалай жұмыс істеу керектігінде айтып өткен. Шыңғыс Мұқанның әр сөзінде еш мін жоқ. Саясат туралы әңгімені саясатқа тікелей қатысы бар адамдардың өздері айтуы тиіс. Әйтпесе оған қатысы жоқ адамдар кеңістікті толтырады. Тоқаевқа халықпен тірі диалог өрбіту маңызды.
Президент көпшілікпен тікелей байланысқа шығып, түйткілді мәселе бойынша нақты пайымын білдірсе, оның сөзін бұрмалауға, түрлі жорамал таратуға орын қалмайды дейді. Бұдан артық қалай айтуға болады? Өте дұрыс сөз. Осы керемет сөзін өзі өшіріп тастағанымен интернетте ештеңе жоғалмайды, көзімізге түсіп, біраз ойға жетеледі. Расымен де, қазір подкаст жүргізіп елдің қолдауына ие болған президенттер де бар. Оларды санап шығу кәдімгідей уақыт алады. Алысқа бармай ел ішіне қарасақ, лауазымды жағынан мемлекеттегі екінші адам сенат спикері Мәулен Әшімбаевта талдау толқыс атты подкаст жүргізіп жүр. Спикердің подкаст жүргізуден басқа шаруасы жоқ па дегіңіз келіп отырса, оның жауабын мен білмеймін. Бірақ көрермен ретінде бірлі-екілі ойымды айтқым келеді. Мәселен, Мәулен Әшімбаевтың әкесі Сағат Әшімбаев кезінде қарыз бен парыз хабарын жүргізгенде, сол хабарды өткізіп алмас үшін көшедегі жұрт сағатына қайта-қайта қарап, үйлеріне асығып жеткендерін біраз адамдардан естідік. Мәулен Әшімбаевтың осы күнге дейін жүргізген 3 подкастын әлеуметтік желіде жарыса бөлісіп, турасын айтыпты дегенді әзірге байқамадым. Бірақ жай журналистердің қолы жетпейтін шенді-шекпенділерді жиып алып, экономика, өндіріс, салық, қосылған құн салығы талқылағандарын көрдім. Расын айтсам, айтарлықтай жаңалықпен керемет сараптамасын байқамадым. Әдеттегі ресми басылымдарда 1000 рет айтылып, 101 рет жазылып жүрген жағдайлар. Дегенмен, лауазымы жағынан мемлекеттегі екінші адам Мәулен Әшімбаевтың өзі подкаст жүргізіп отырғанын көргенімде мына бір ой қайта-қайта алдымнан шыға берді. Дұрыс, бұрысын өздеріңіз бағамдап көрерсіз. Менің замандастарым Мәулен Әшімбаевтың әкесі Сағат Әшімбаев жүргізген қарыз бен парыз бағдарламасын бейнеқорларда қалған видеолардан көрді. Оның әр сөзінде, әр бағдарламасында ұлттық рух, ұлт мәдениеті, ұлт намысы, ұлт болмысы алдыңғы шепте бірінші орында тұрғанын анық байқадық. Сағат Әшімбаевтың мемлекеттік тіл туралы айтқан мына бір сөзі бүкіл қазақ жастарының рухын көтерді. Аса бір құдіретті нәрсе бар. Содан біз айырылған күні жерден де айырыламыз, елден де айырыламыз, тұрмыстан да айырыламыз, бәрінен де айырыламыз. Ол тіл. Сондықтан да біз мына тілді сақтау арқылы жанымызды сақтаймыз, қанымызды сақтаймыз. Біз қанымызды сақтаған жерде қазақ деген ел еш уақытта да өшпейтін, өлмейтін болады. Енді қарасақ, Мәулен Әшімбаев өз подкастын орысша жүргізіп отыр. Мәулен Әшімбаев ұзақ жыл президент әкімшілігінде, сенатта жоғары қызмет атқарған адам. Оған еліміздегі тұрғындардың 80% қазақ тілді екенін, мемлекеттік тілде талдау, сараптау, ақпараттар өте аз, тіпті мүлдем жоқ екенін айтып түсіндіріп отыруда артық. Егер мемлекетіміздегі тұрғындардың 80% қазақ тілді болса, онда мемлекет қабылдап, талқылап жатқан шешімдерді неге қазақ тілінде жеткізбеске? Неге? Қазақ тілді ортаның қазақ тілінде тұшымды ақпарат талдау алуға қақысы жоқ па? Әлде бұл мемлекеттің қазақ тілділерге қатысы жоқ па? Мен бұл жерде орыс тілділерді қазақ тілділерге қарсы қояйын деп отырғам жоқ. Мәулен Әшімбаев осыған дейін жүргізген 3 хабарында айтылған ой мен пікір орыс тілді ортада миллион рет айтылған. Ал қазақ тілді ортаға мемлекет деңгейіндегі ой талқыны, пікір мен ұсынысты кім айтуы тиіс сонда? Жоғарыда айттым, Мәулен Әшімбаев президент әкімшілігінде де, сенат қабырғасында да ұзақ жылдан бері қызмет атқарып келеді. Осы ұзаққа созылған қызметінде неге қазақ тілді сарапшыларды дайындап, тәрбиелеп шықпаған? Әрбірден соң қазақ тілді маман мен сарапшыны дайындап шығу сол қызметіндегі басты міндеттің бірі емес пе? Қазақ тілінде мемлекеттің саясатын түсіндіретін маман жоқ болса, онда ұзақ жылдан бері лауазымды қызметте айғарап отырды ма? Қазір үкімет, мәжіліс, сенат отырысы қазақша өтеді деген жақсы сылтаулары бар. Анығында аптасына ашық есік жағдайында өтетін жиындарда қазақ тілі қағаздан оқудан артылмайды. Ал есіктерін тарс жауып алып өткізетін жиынның бәрі орыс тілінде. Заң жобасының бәрі орысша жазылады. 34 жылда қазақша жазылған заң жобасы 3-ақ. 10 жылда қазақ тілінде бір ғана заң жобасы жазылған. Масқара ма? Масқара. Мемлекеттік бағдарламаның бәрі орысша жазылып, оның қотыр-қотыр аудармасы қазақ тілін әбден қорлап бітті. Парламент қабырғасында қалай қорлап жатқанын бір мысалды сәлден кейін айтып өтемін. Әзірге Мәулен Әшімбаев шығарып жатқан подкастың жырын түйіндей салайын. Ойбай неге қазақша сөйлемейді деп жылаңқы болып көрінбей-ақ қояйын. Мәселеге басқа қырынан қарайын. Мәулен Әшімбаев сенатты басқарып отырған тұлға, ал сенат деген мемлекеттік шешімдер талқыланатын, қабылданатын бірден-бір жоғарғы орын. Ал енді айтыңызшы, Мәулен Әшімбаев басқарып отырған сенат қабырғасында қай кезде мемлекеттік деңгейдегі мәселе ашық талқыланып, депутаттар қызу талас тартысқа түсіп, үкімет мүшелері мен түрлі орган басшыларын сан сауалдың астына алып, есеп алып еді.
Айтайын дегенім, Сенат спикері мемлекеттегі мәселені, проблеманы, саясатты халыққа жеткізгісі келсе, YouTube-ке жүргізуші болып шықпай-ақ, подкаст түсірмей-ақ, заңды құзырын пайдаланып, тиісті саланың жауапты шенділерін Сенат төріне шақырып алып, депутаттық тексеру өткізіп, түрлі комиссия құрып, депутаттарға жан-жақты сұрақ қоюға ерік берсе болды емес пе? Сенатта ашық сұрақ қойылып, ашық жауап айтылып, идеямен ой таласып жатса, журналистерде қолшына жұмыс істеп, халықтың да үкімет пен парламентке сенімі артпай ма? Әлде Сенат спикері, Сенат депутаттары өткіз сұрақ қоя алмайды деп ойлай ма? Солай ойласа айтсын, түсіністікпен қарайық. Сенатта өз ойындағыдай жұмыс істей алмай, подкастқа амалсыздан шығып, ішкі шерін тарқатып жүр екен деп кешіріммен қарайық. Әкесі жүргізген қарыз бен парыз бағдарламасындағы жауапкершілікті өзінен іздеп әуре болмайық. Бұл әңгіме Шыңғыс Мұқанның президент подкаст жүргізсін деген ұсыныс жазбасынан шығып кетті. Қасым-Жомарт Тоқаев та Мәулен Әшімбаев сияқты жазушының баласы ғой. Шыңғыс Мұқанның айтқаны келіп, президент жазушының баласына подкаст жүргізу қиын емес деп білек сыбанып ортаға түсіп жатса, Қазақстан мемлекетінде қазақ тілді орта бар екен, және олар мемлекетті құрап ұстап отырғанын, мемлекеттік шенді шекпенділердің қазақ тілінде тұшымды ақпарат, сараптама, талдау бермейтінін ескерсе деген тілек қана менікі. Кім біледі, YouTube-қа Тоқаев шығып қазақша сөйлеп отырса, Мәулен Әшімбаевтың есіне ана тілде түсіп қалар. Ал енді мемлекеттік тілге қырынан қараған бір мәселеден қандай шу шыққанын айтып өтейін. Анығында депутат Шатталов неден шатасты деген мәселе. Осы аптада парламент мәжілісінің депутаты Шатталов тақыр жерде сүрінді. Мені этникалық орыс болған үшін сынап жатыр деп айдаспанға бірақ шығарды да оңбай таяқ жеді. Я вынужден констатировать, что такие проявления, наверное, возникают только потому, что я этнический русский. Бұл сөзін Ресей баспасөзі іліп әкетіп, Қазақстанда анау-мынау емес, парламент депутаты орыс болған үшін қысым көріп жатыр деп бұрқыратты. Бұл әрине Ресей басылымдарына сөзсіз ұнайтын тақырып. Депутаттың өзіне қысым жасап жатса, қарапайым орыстың күні не болмақ деген емеурін айтпаса да түсінікті. Әзірге бұл әңгімеге ресми орындар араласқан жоқ, бірақ қауіпті ойын екені айдан анық. Бұл дау қайдан шықты? Осыны рет-ретімен айтып шығайық. Осыдан 2 күн бұрын журналист Тоқтар Жақаш Шатталов кім деген мәселеге үңілгенге ұқсайды. Содан параграф сайтындағы өмірбаянын ақтарған. Ал онда Шатталов 1992 жылы Қазақ ССР-інде дүниеге келді деп көрсетілген. СССР 1991 жылы тарап кетті. Бұл неге Қазақ ССР деп жазып отыр деген ой кез келген адамның басына келуі мүмкін ғой. Меніңше Шатталов қасақана Қазақ ССР деп жазып отыр. Мұндай депутат мәжілісте не істеп жүр? Бұл таза арандатушылық, сепаратистерге берілген сигнал ғой. Бізге не істей аласың деп көрсеткен қыры ғой. Дәл осындай саяси көзқарас үшін Шатталовты мемлекеттік органның барлық саласынан қуып шығу керек дейді Тоқтар Жақаш. Тоқтар Жақаштың бұл посты әлеуметтік желінің шағын шығарып талай жұрт кіжінді. Тәуелсіздігімізді мойындамайтын депутатқа қалай кіжінбейсің? Содан Тоқтар Жақаштың постын жұрт жаппай бөлісіп, Шатталов шатылды да қалды. Әрине, мұндайда Шатталовты қорғайтындар сөзсіз шығады. Соның бірі депутат Мақсат Толықбай. Жансақ пікірді іліп алып, байбына бармай өршіте берудің қажеті жоқ деп Шатталовты өзекті мәселелерді көтеріп жүрген депутат деп мақтапты. Бірақ жансақ пікірді не екенін айтпаған. Мұның артынша Шатталовты қолдаушылар да көрінді, өзіміздің орыс деп қорғаштады. Алайда жұрт қорғап жатқанда Шатталовтың өзі үнсіз қалды. Ау халқым, жаздым, жаңылдым, сөзді ұшындырмаңдар дей салса, Ресей баспасөзде біз де тыныш болар едік. Дау ушығып бара жатқанда саясаттанушы Шалқар Нұрсейіттің жазғанына қарайық. Оның айтуынша президент әкімшілігі мен мәжіліс басшылығы антикризистік коммуникацияны мүлдем түсінбейді. Антикризистік коммуникацияда алғашқы реакция деген түсінік бар. Мақсат Толықбай, Елнұр Бейсенбаев сияқты депутаттар мен мемлекетшіл блогерлер емес, Шатталовтың өзі кешірім сұрап, ресейлік медиадан өз сөзін пропаганда мақсатында қолданбауды сұрағанда, кризисті мейлінше ұтымды реттеуге мүмкіндік туар еді. Ал тек цензураны, айып салуды, соттауды, ұрандатуды ғана білетін саяси режим әдеттегідей әрекет етті. Нәтижесінде Мұхарияпов кейсіне Шатталов кейсі қосылды дейді Шалқар Нұрсейітов. Қош, әйтеуір ақыры Шатталов өзі пост жазып, ақ көк деп ақталыпты. Парламент мәжілісінің мұндай жағдайға ұшырағаны кеше ғана емес. Естеріңізде болса, осыдан 2 апта бұрында орыс тілінде сауатты жазатын, қазақша білмесе де бола беретін СМ маманын іздеп дауға қалған еді. Ақпанның 24-сінде әлеуметтік желі қолданушы Жалғас Ертай Қазақстан билігі өз мемлекеттік тілін өзі кемсітумен жүйелі түрде айналысады. Мәжіліске СМ маманы болып тұру үшін исключительно орысша жақсы жазу керек екен, ал қазақшаны білсе де, білмесе де мейлі деп жазды. Скринге қараңыз, расында сұмдық жағдай. Ай мен күннің амандығында мұндай талап қою басыну емей немене. Бұл әңгімеде гу етіп біраз жерге барып зорға басылды. Мәжіліс өкілі ақталды. Бұл хабарландыру мәжілістің ресми сайтында
немесе аккаунттарында жарияланған жоқ. Бұл хабар пиар мамандары бар Астанада, өзіңіз білетін шығарсыз. Сол өзара әңгіме барысында, іздестіру барысында жаңағы бірімізден біріміз сұраймыз ғой маман іздеген кезде. Сондай әңгіме, сондай SMS болынған. Ал оның жарияланып кеткені енді ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Мәжіліс өкілінің сөзінше мұндай хабарландырудың мәжіліске еш қатысы жоқ, мәжілістің сайтында бәрі окей, яғни оқтай екен. Қаншалықты оқтай екен деп мәжіліс сайтына ақтарып көрдік. Мәселен, Қазбек Әлішев деген мәжіліс депутатының өмірбаянын қарайық. 1998 жылы Қандағаш қаласында сот орындаушысы болған. Содан кейін Хобдин ауданы прокурорының аға көмекшісі Хобда ауылы Хобдин ауданы деп көрсетіліп тұр. Хобдин деп 2 рет жазыпты мәжіліс сайты. Араларыңызда Хобдин деген ауданды естігендеріңіз бар ма? Бәлкім ол шетелде прокурор болған шығар. Содан қайтып келіп Мұғалжар ауданы прокурорының көмекшісі болған сияқты. Біз білмейміз. Өзінің өмірбаяны солай деп тұр. Депутат Мұрат Әбеновтің өмірбаянына қарасаңыз, қазірге дейін 2 рет мәжіліс депутаты болған деп тұр. Иә, оның 2 рет болғаны рас, бірақ екеуін де жарты жолға жетпей тастап кеткені неге айтылмаған? Жұрт оны шалбарының құйрығы тесілгенше депутат болып отырған деп ойлауы мүмкін ғой. Бір жерге заң болып секіріп кеткенін қайдан білсін? Нұржан Ашимбетов деген депутатты қарай салыңыз. 2012-2016 жылдары Павлодар облысының әкімі, 2016-2018 жылдары Аким города Павлодар деп кете береді. Әбден деген атасының атын Абден деп жазып, әліпби бойынша депутаттардың алдында тұрған Қарақат Әбденді көрсеңіз де болады. Мәжілістің сайтында мұндай қате толып жүр. Қазақша жазып келе жатып, орысша тыға салуға болады екен. Бұл нені білдіреді? Бұл мәжілістің қазақ тіліне немқұрайлығын білдіреді. Қазақша заң жазуды айтпағанда, бұл депутаттар өз өмірбаяндарын қазақша дұрыс жаза алмайтынын көрсетеді. Бәлкім Шаталовтың да 1992 жылы Қазақ СССР-інде туған деген ақпарат сондай қате шығар. Онысын білмейміз. Бір білетіміз кейде үлкен дау жанжал базардағы бір аяқ шиеден басталатыны анық. Бірақ мұны түсінетін билік пен парламент бар ма? Бүгінгі айтарымыз осы, амандықта жүздескенше.